үйге тапсырма галактика туралы суреттер және олар жайлы мәліметтер біліп келуге берген еді. Үй тапсырмасын кім айтады? О, керемет. Қантөре айтады. Менің қолғайтын планетам күн бізге жарық береді. Күн жүйесіндегі орталық дене болып саналады. Күннің массасы күн жүйесіндегі барлық планеталардың масса жиынтығынан 750 есе артық. Күн жүйесінде 9 планета бар. Күн жүйесінде 9 планета бар. 9 планета бар. Ғарыштың жиынтық массасы күн қойнауында орналасқан. Жақсы, отырады. Келесі кім айтады? Айша. Менің қолғайын деп жатқан планеталар Мол, Юпитер, Сатурн, Уран және Шолпан. Бұлар өте ерекше. Бұлардың көлемі үлкенірек және негізінен бұлар өте салмақты болып тұрады. Жақсы. Тағы кім айтады үй тапсырмасын? Шахна. Менің қолымдағы сурет Шолпан мен Уран. Шолпан мен Уран басқа планеталардың барлығының өз-өзінен айналуы бақытты. Күннің айналуына сәйкес келеді. Уран планетасы өз орбитасында жарықтығы 98 градус күзде орналасқан. Сондықтан оның айналысы сырттай қарағанда кері болып көрінеді. Жақсы. Және кім айтады? Ақтор. Менің қолғайын деп жатқан Меркурий, Марс, Шолпан және Жер. Олар күнге жақын орналасқан ғаламшарлар. Негізінде металл менен тастан тұрады. Оны ғылымда жер ғаламшары деп аталады. Жақсы. Тағы кім айтады? Амина. Менің қолғайын деп отырған күннің жанындағы 9 планета. Біздің галактикамыз құс жолы деп аталады. Күннің жанындағы ғаламшарлар 9 ғаламшарлар. Олардың аттары Сатурн, Меркурий, Уран, Плутон, Жер, Марс, Шолпан, тағы да басқалары. Біздің күннің жанында тағы да басқа нәрселер бар. Шар, тозаң және магнит бар. Тағы да басқалары. Жақсы. Балалар, күн жүйесіндегі 9 планетаны атап өтейікші. Юпитер, Марс, Шолпан, Сатурн, Плутон, Уран. Дұрыс, жақсы. Балалар, енді өткен сабағымызды қорытындылау үшін сұрақ қояйын, сол сұраққа жауап бере қойыңдар. Ғарышта не бар? Ғаламшар. Дұрыс, ғарышта ғаламшар бар. Келесі сұрақ. Біздің галактикамыз қалай аталады? Құс жолы. Керемет. Күн жүйесінде неше ғаламшар бар? 9. Жақсы. Оларды атай қояйықшы кәні. Жер, дұрыс, жақсы. Күн жүйесінде бұл планеталардан басқа тағы не бар? Шаң, тозаңдар, магниттік өрістер, сәулелер және ғарыш денелері бар екен. Жақсы. Осы сұрақтарға жауап бергендері үй тапсырмасын сурет салғандардың 1 балға, қорғағандардың тағы 1 балға 2 бал, ғарыш денелерінің сұрақтарға жауап бергендерін тағы 2 балға 4 балға көтеріп қойды. Ал енді балалар, мына видеороликті
тізге салайық және тыңдап тыңдаймыз. Қараңғы түндерде қалалар мен тас жолдардың оттарынан қашықта аспанда ерекше нәрсе көрінеді. Бұлтты ақшыл жарық жолағы аспанда созылып жатады. Көне гректер оны аспанда төгілген сүтке ұқсатып, сүт жолы деп атаған. Ал қазақ, қырғыз, фин, эстон халықтары оны жыл құстарының қайтуымен байланыстырып, құс жолы деп атайды. Біз аспанда көретін құс жолы галактиканың, яғни жұлдыздардың, газ, тозаң мен басқа да заттардың алып жиынтығының бір бөлігі. Біздің күн жүйесін күннің тарту күші ұстап тұрғаны сияқты, галактикаларды тартылыс күштері біріктіріп тұрады. Құс жолы күн жүйесі орналасқан біздің галактикамыз, бірақ күн жүйесі галактиканың титтей бөлшегі ғана. Құс жолы өте алып, ол көлденеңінен 100 мың жарық жылындай. Жарық жылы жарықтың бір жылда жүретін жолы, шамамен 9,5 триллион километр. Құс жолында кемінде 200 миллиард жұлдыз және кем дегенде 100 миллиардтай планета бар. Құс жолы үлкен болғанымен, ол аспанда жалғыз емес. Ол жақын орналасқан 50 шамалы галактикамен бірге жергілікті галактикалар тобына кіреді. Жергілікті топ кемінде 10 миллион жарық жылы аумақты алып жатыр. Әлемнің жерден көрінетін бөлігінде ең аз дегенде 170 миллиард галактика бар. Ал оның сыртында қаншасы бар екенін білуге еш мүмкіндік жоқ. Галактикалардың пішіні мен үлкендігі әртүрлі болады. Оларда небәрі бірнеше миллион, немесе триллионнан аса жұлдыз болуы мүмкін. Олар эллипс, не спираль тәрізді, немесе дұрыс емес пішінді болады. Біз білетін галактикалардың көбісі сияқты, құс жолы да спираль галактика. Құс жолының қандай екенін ішінде тұрып көру мүмкін болмаса да, оны және басқа галактикаларды мұқият бақылаудың нәтижесінде ғалымдар оның пішінін анықтай алды. Құс жолының негізгі 4 бөлігі бар. Оның ортасында дөңес немесе галактика орталығы орналасқан. Ол диаметрі 10 мың жарық жылына тең. Жұлдыздар мен басқа материалдар тығыз топтасқан. Галактиканың ортасындағы дөңгелек томпақ. Ғалымдар құс жолының қақ ортасында алып қара құрдым орналасқан деп санайды. Галактика орталығы галактиканың ең жарық бөлігі. Келесісі дөңгелек, ортадағы дөңесті қоршап тұрған жалпақ аймақ. Дөңгелектің ені 100 мың жарық жылы. Ол спираль салаларда, тармақтарда шоғырланған жас жұлдыздарға, газ бен тозаңға толы. Спираль салалар дөңгелектің бөлігі. Олар галактиканы доңғалаққа ұқсатады. Біздің күн жүйесі спираль салалардың бірінде орналасқан. Мұндағы жұлдыздар тығыз галактика орталығымен салыстырғанда бір-бірінен әлде қайда қашық. Құс жолының соңғы бөлігі гало. Гало галактиканың негізгі дискін қоршаған кәрі жұлдыздар мен жұлдызды шоғырлардың сфералық қабаты. Гало галактиканың басқа бөліктерімен салыстырғанда бұп-бос. Ондағы нысандар тым сирек орналасқан. Бірнеше мың жыл бұрын көне грек философтары құс жолы тығыз топтасқан алып жұлдыздардан құралған деп болжады. Бірақ мұны дәлелдеу 1600 жылға дейін мүмкін болмады. Сол жылы астроном Галилео Галилей құс жолын телескоппен бақылап, оның үш жүзінде қисапсыз әлсіз жұлдыздардан тұратынын анықтады. Егер қала мен машина шамдары түспейтін қараңғы далаға не тауға барсаңыз, ғасырлар бойы талай аңызға арқау болған тылсым көріністі құс жолын көре аласыз.
Есіңде сақта, біздің галактикамыз құс жолы деп аталады. Астероид таз кесегінен не металл араласқан тастан тұратын кіші ғарыш денесі. Олар ғаламшар сияқты күнді айнала қозғалады. Күн жүйесіндегі астероидтардың тығыз шоғырланған орны Марс пен Юпитердің арасы. Оны астероидтар белдеуі деп атайды. Жай көзбен көруге болатын ең ірі астероид ол Веста деп аталады. Сендер мына экраннан көрген видеороликтен қандай мәлімет алыңдар? Не жайында білдіңдер? Көріп айтамыз. Металлик астероид, Жақсы, тағы? металлик астероид, Метеор жайында. Тағы не жайында білдік? Комета жайында білдік па? Иә, комета жайында. Сонымен біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кіші ғарыш денелері деген тақырыпты өтеміз. Ол тақырыптың мақсаты жер бетіндегі ірі элементтерді атау, жекелеген ғарыш денелерін сипаттау, жердегі тіршілікке ғарыштың әсерін анықтау, анықталған нәтижені оқушы таңдаған форматта ұсыну. Бүгінгі сабағымыздың тірек сөздері галактика, құс жолы, астероид және комета. Балалар, біз күн жүйесінің 9 планетадан тұратынын білдік. Енді тапсырма. Күн жүйесінің астероидтар белдеуін ғаламшарларды қиып, қатарымен дұрыс орналастырып берулерін керек. Қырқып, жапсыра қойыңдар. Уран тобы бірінші болды. Күн тобы екінші болды. Иә, жақсы жасапсыңдар. Енді осы планеталардың орналасу ретін кім айтады? Күн, Меркурий, Шолпан, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Нептун, Уран. Жақсы, керемет. Бұл топ өз тапсырмасымен жақсы орындай алды. Бағалау парақтарынан 2 балға көтере қойды. Ал бұл топта кім айтады екен? Дайын ғой. Күн, Меркурий, Шолпан, Марс, Сатурн, Уран, Нептун, Юпитер, Жер. Күнге бірінші қайсы планета жақын тұрады? Кім айтады? Меркурий. Сен дұрыс айтпадың, сәл қателестің. Сендер 1 балға көтеріңдер. Жақсы. Кәні, бұл топта кім айтады? Асан айтады. Күн жүйесінің орналасу жүйелерін ең қасында дұрыс орналастырасыздар.
Енді айтып шығасың. Күн, Меркурий, Шолпан, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Жақсы. Сендер 2 балға көтере қойыңдар. Керемет, сендер 2 балға көтере қойыңдар. Енді балалар жұптық жұмыс жасаймыз. Мына жерде бүгінгі сабағымызға байланысты алған мәліметтеріңді қаншалықты игергендеріңді білу үшін жұптық жұмыс береміз. Бұл жерде сөз жұмбақ беріледі. Сөз жұмбақты шешеміз. Шөппен шешеміз. Асан Арина. Нұртілек. Айқын. Балалар, сөз жұмбақты шешіп болдық па? Иә. Керемет. Ал бірінші қантөле. Бірінші кометаның басы не болды? Комета. Дұрыс. Отыра ғой. Асан, астероидтер белдеуінің жақын орналасқан жер тобына жататын ғаламшар. Марс. Дұрыс. Отыра ғой. Нұртілек, сансыз көп жұлдыздардан құралған алып жүйе. Галактика. Дұрыс. Жақсы. Төртінші, жерге құлаған аспан денесі кім айтады? Метеорит. Дұрыс. Сақинасы бар ғаламшар, Айсерет. Сақинасы бар. Дұрыс. Сатурн. Құйрығы бар ғарыш денесі. Комета. Дұрыс. Комета. Күн жүйесіндегі ғарыш денелерінің қозғалу жолы. Орбита. Дұрыс. Ең соңғы кометалық орталық. Кометаның орталық бөлігі. Кометаның орталық бөлігі. Кім айтады? Ядро. Дұрыс. Жақсы. Енді балалар, үшінші тапсырма жеке жұмыс. Бұнда мен сендерге жеке жұмыс беремін. Сендердің бүгінгі сабақты қаншалықты игергендерін осы жұмысты орындау барысында көрсетілетін болады. Бұл жерде кіші ғарыш денелері жайында мәліметтер, сөздер аяқталмаған мәліметтер берілген. Соны бүгінгі алған білімдерің арқылы қорытындылап, сөзді аяқтап жазасыңдар. Тақырып алыңдар, жеке-жеке. Аласаш, білмей отырасаш, жетпей ға. Балалар, бүгінгі сабақты қорытындылауға берілген мына жеке жұмысты сендердің қаншалықты дәрежеде орындағандарыңды көру үшін осы тапсырмаларды оқып шығамын, сендер айта қойыңдар. Кометаның құрылымын кім айтады? Айда айтады. Дұрыс, жақсы. Мұз бен газдан тұратын қатты бөлігін не деп айтады? Айта ғой. Жоқ. Не деп айтады? Астероид деп айтады. Дұрыс. Тұманды бөлігі шаң мен газдың булануын не деп айтады? Кім айтады? Дұрыс, кома деп айтады. Жарқыраған жолақты не деп айтады? Құйрығы деп айтады. Жақсы. Тапсырмаларды төбесіне аттарын жазып маған бере қойыңдар. Тоқта. Дұрыс. Жақсы. Мына жерде қате жақсы. Бір қал кем болған сенен. Дұрыс. Мына жерде қате жазбасын, бір бал кем болады. Сен де қате жазбасын, бір бал кем болады.
Біз бүгінгі сабақта не білдік? Кіші ғарыш денелерін білдірген. Үйге тапсырма кіші ғарыш денелерінің макетін жасап келу. Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болды ма? Түсінікті болса, кері байланысқа шығарамыз. Түсінікті болса, жасылды көтереміз. Жақсы. Бәріне түсінікті болды деп ойлаймын. Керемет. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңдар. Ayşe. Sizde